құрмет орденімен марапатталды. Енді сіз мына Семейтан газетінің ежерден келетін өзіміздің бастап кеткен азаматшасыз. Сондықтан еңбек болып, жұмысымызды жүре берсін. Семейтан газетін өркендей берсін. Екінші, сонымен қатар Әшкербек Саяз Аманбекұлы медицина ғылымының профессоры, доцент атағына ие болды. Жеңізі марапатымыз құтты болсын. Құрметті депутаттар, Абай облысы мәслихатының кезектен тыс 29 сессиясының жұмысын қатысуға 30 депутаттың жұмыс келді. 4 онлайн отыр, 7 себептермен 3 депутат келген жоқ. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 10 және 11 талаптары негізінде Абай облысы мәслихаты сессиясы өз жұмысын бастауға болады. Кезектен тыс 29 сессияны ашуға дауыс беруді сұраймыз. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалған жоқ. Абай облысы мәслихатының сессиясы ашық деп жарияланады. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 11 талаптарына сәйкес бүгінгі сессия жұмысына облыс әкімі Берік Уәлиұлы, мемлекеттік мекемелердің басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессия жұмысына редакциялық комиссия және комиссиялар сайлаушылар өтті. Редакциялық комиссия 3 депутаттан сайлаушылар ұсынысқа Ахмедов Шәрбек Рақышұлы, Амет Алиевич, Жоламанов Шалқат Тұрсынбекұлы. Қосатын ұсыныстар бар ма? Жоқ болса, дауысқа саламын. Кім қолдайды? Дауыс шешім қабылданды. Есеп комиссиясының келесі депутаттар ұсынылады. Солтабаева Елжан Әуесханқызы, Қанатаров Саят Аманбекұлы, Шегедеков Шолпан Баланқызы. Құрметті депутаттар, қосатындарыңыз бар ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Сессия жұмысында регламенттік рұқсат етіңіздер. Күн тәртібіндегі мәселеге қарау жөнінде әр сұраққа 10 минутқа зар сөздер және мәжіліс соңында ақтамалар үшін ұсыныстар кейін сессия жұмысының регламенті бойынша басқа да ұсыныстар бар ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Дауыс салған жоқ. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі қарауға келесі мәселелер ұсынылады. Бірінші 2020-2025 жылдарға арналған облыстық бюджетті өзгерістер туралы баяндамашы жолдап берді. Абай облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы. Екінші, Абай облысы әкімдігі жанындағы терроризмге қарсы комиссияның дербес құрамының өзгертілуі туралы баяндамашы Нұржан Елеғалиұлы Есенжолов. Абай облысы әкімі аппаратының басшысының орынбасары. Құрметті депутаттар, шешім қолданылуда ұсынылған шешім жобасын бар ма? Жоқ болса дауысқа кім қолдайды? Шешім қабылданды. Құрметті депутат, күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша сөз Ордан Құдайбердиевичке берілді. Онда сұрақтарымыз болса, ұсыныстар бар ма? Жоқ, комиссия досмотрится. Рахмет. Соған шешім жобасы қолданысында бар, орысқа саламын. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім жобасы қолданысында бар, бірден дауысқа салуды ұсынамын. Кім қолдайды? Құрметті депутаттар, регламентке сәйкес келген сессиясы ашылған негізі болған мәселелер қаралды. Күн тәртібіндегі екі мәселе толығымен қолдауы қатты. Көп рахмет. Сессияның өткізу барысында депутаттық сауалдар берілген жоқ. Сондықтан келесі сөзді Абай облысының әкімі Берік Уәлиұлы.
2500 адамды толықтай таза сумен қамтамасыз етуіміз қажет. Сонымен қатар су желілерінің тозу деңгейін жыл сайын кезең-кезеңімен азайту үшін қаражат бөлеміз. Осы жолы 28 жоба қаржы бағытталды. Өздеріңіз білесіздер, осы сейсенбі күні үкімет отырысында осы ауыз су мәселесі қаралды. Сол жерде үкімет басшысының алдында баяндама жасап, осы бағытта жасалып жатқан жұмыстарды айтқан болатын. Екінші, әлеуметтік саладағы бюджеттік мекемелердің коммуналдық шығындарын қамтамасыз етуіміз керек. Сонда жылыту маусымына кедергісіз кіру үшін Семей, Курчатов қалалары және Аягөз жарым аудандарының жылу қазандықтары мен желілеріне әлеуметтік нысандардың қазандықтарына жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Қазіргі таңда бұл жұмыстар басталып кетті. Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үйге қолжетімділікті қолдау шаралары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі осы санатта 7000-нан астам адам кезекте тұрғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Біз оларды тұрғын үймен 1000 пәтерге дейін қамтамасыз етуді қарастырып отырмыз. Әрине, шешім күткен мәселелер әлі де баршылық, бірақ дей тұрғанмен оларды біртіндеп шешу істерімен бірлесіп осылай күш жұмылдырып жатырмыз. Шешімді бір ауыздан қолдағандарыңызға рахмет айтамыз. Сіздермен бірлесіп облыстың өркендеуіне бірге атсалысатын боламыз. Келе жатқан осы Астана күн мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Отбасыларыңыз аман, денделеріңізге сау. Тек қана осы табысты жүргізіп істедім. Рахмет. Кезектен 29 сессияға жабық деп жағдайын қасқандарыңызға көп рахмет. Завершить.